Мамлекетimizdегі реформалар орайында insan qadri. Бүгін еліміздің экономикасының көркеюі, кеңеюі давам етпекте. Әлбетте бұндан көзделген мақсат халқымыздың айрым жұмыссыз қатламларының бәнтілігін тәминлеу, сол кезекте жаңа жұмыс орынларын жарату және де азық-ауқат, шикізат улыма санат тарауларын рауажландыру болып табылады. Сондықтан соңғы жылдары елімізде инвестиция һәм бизнес орталығын түп-текарынан жақсылау, бұл жолдағы тосқынлықтарды басқыш-басқыш сапластыру үшін үлкен қадамдар тасланбақты. Өзбекстанды сырт ел инвесторлар үшін сенімлі һәм ұзақ мүддетлі бірге істеушіге айландыру, әрбір инвестор өзін еркін сенімлі сезуі үшін кең көлемлі реформалар әмелге асырылмақты. Мемлекетіміз тарапынан іспілермелерге жаратылған кең имканиятлардан пайдаланып, Нүкіс қаласындағы жекетерек аймағында Түркиялы инвесторлар жәрдемі менен бой түклеген ұн һәм макарон өнімлерін істеп шығаратуын завод іске қосылды. Онда 30 бұқараның бәнділігі тәминленді. Демек 30 шаңырақтың қазаны қайнайды дегені. Мәселен, осы заводқа апайы жұмысшы болып кірген Мансур бүгінде ипотека текарында жай алып, шаңырағы менен бақытлы өмір сүрмекте. Іспілерменнің қолында жұмыс істеп жүріп, үй алуды еш ойламаған едім. Хәтте бірге істейтұғын кәсіплеслерім үйде, машинада алмақта деп мақтанады. Іспілермен бай болса, халық бай болады. Қайқиқатында да президентіміз тарапынан айтылған бұл сөздер инсанлар тұрмысының өзгеруіне текар болып қызмет етпекте. Екі мың 19-да жұмысқа кірген болсам, бірінші нәубетте рабочий болып кірдім жұмысқа. Әзіргі күнде жұмысшы болып кірдім. Әзіргі күнде макарон заводымызда мастер болып жұмыс істеймін. Жетіскерлігімді айтатын болсам, ипотекадан кредитке үй алдым, осы жұмысқа кіріп, тағы да басқа да той мәресім дегендейлер бәрі болды. Болады, жұмысыма көз тимесін, қандай деп айтамыз тағы. Өзіме ұнайды, жерде жұмыс істеп отқаным. Бәрі жақсы, кеуілдегідей. Мақтаныш сезімі болып жатыр. Әзіргі күнде Нүкісіміз рауажданып келе жатыр, осындай заводлар құрылып жатыр көптен көп. Біріншісі нәубетінде мен баста 2019-да жұмысқа келген уақытымда ұн зауытқа бардым да. Ұн зауытта жұмыс істеп жүріп, осы 2022-ден бастап үсер құрылып басылады. Түрк инвесторлармен бірге қосылып, осы жерде, осы зауытты іске түсіре басталғаннан кейін бірінші нәубетте Тұмар істеп басладық. Одан кейін Берекет бренді астында. Афганстан қаласына да экспортларымыз жүріп басылады. Әзіргі күнде әр жаққа экспортлар кетіп жатыр.